Бәріне сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге восточный пирог, яғни шығыс пирогының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, маңызды жерін сақтап алыңыздар. Ең алдымен ұнымызға сары майымызды салып, жақсылап араластырып, крошка жасап алатын боламыз. Келесі кезек разрыхителімізді салып, ұнымызбен жақсылап араластырып алатын боламыз. Қаймақтың үстіне жұмыртқаның сарысын салып, араластырып аламыз. Ұнның үстіне салып, алдымен қасықтың көмегімен жақсылап араластырып, одан кейін қолымыздың көмегімен бір келкі қамыр жасап алатын боламыз. Яғни қамыр бізде қатты қамыр болмайды, жұмсақтау қамыр болып шығуы қажет. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, морозильникке 10-15 минутқа қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай морозильникке бізде осындай қаттылау қамыр дайын болып шығады. Оны видеодағыдай екіге бөліп, бір бөлігін осылай 4 бөлікке бөлетін боламыз. Алғашқы бөлігін осылай пергаменттің көмегімен жұқа етіп жайып алатын боламыз. Одан кейін осылай формамызға қамырымызды орналастырып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз бір келкі әдемі болып орналастырылып шықты. Одан кейін белок дайындайтын боламыз. Бұл бізде жұмыртқаның ағын жақсылап миксерлеп алып, одан кейін аз-аздан қантымызды сала отырып, үлкен ақ масса болғанша миксерлейміз. Біздің белогымыз дайын, осындай әдемі болып шығады. Одан кейін жаңағы 4 бөлікке бөліп алған қамырларымызды жұп-жұқа етіп жайып алатын боламыз кезекпен кезек. Келесі кезекте формамызға жаңғағымызды және оның үстінен мейізімізді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Сіздер өрік немесе басқа да жаңғақтардың түрлерін қоссаңыздар болады. Мен тек осы екеуін қосамын. Одан кейін дайын болған белогымызды үстіне салып, бір келкі етіп, осы қолымыздағы лопатканың көмегімен түзулеп алатын боламыз. Бір келкі болып шыққаннан кейін үстіне жаңағы жұқа қылып жайып алған қамырларымызды дәл осы видеодағыдай әдемілеп орналастыратын боламыз. Барлығын орналастырып алғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жақсылап жағатын боламыз. Одан кейін бетіне күнжіт немесе макты сәндік ретінде қолдансаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутқа салып аламыз. Ал біздің восточный пирогымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте әдемі болып шығады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де менің каналымда басқа да ыстық тағамдар, салаттар, сусындар, пирогтар және де бірнеше самсаның түрлерін таба аласыздар. Ал ендеше ас болсын.
бәріне сәлем, сіздермен бірге Лаура. Бүгін мен сіздерге творожный пирогтың ең оңай рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ұн мен майды жақсылап араластырып крошка жасайтын боламыз. Майымыз міндетті түрде морозильникте тұруы қажет. Морозильникте, яғни қатып тұрған май болу керек. Бізде осындай крошка жасалып шығады. Қолымызбен қысқан кезде осындай бір-біріне жабыспалы крошка жасалады. Одан кейін крошкамыздың үстіне қантымызды себеміз де жақсылап бір масса болғанша 3-4 рет осылайынан астынан жоғары қарай араластырып алатын боламыз. Одан кейін разрыхитель немесе мен секілді соданың жарты шай қасық салып, оны да жақсылап бір араластырып жібереміз. Одан кейін 2 жұмыртқамызды салып, жұмсақ қамыр жасайтын боламыз. Егер жұмыртқаларыңыз кіші болса, 3 жұмыртқа да салуға болады. Жақсылап барлығын араластырып, бір келкі қамыр жасап алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңызда міне менде 3 жұмыртқадан осындай керемет жұмсақ теста шықты. Енді оны пакетке салып қойып қоямыз да ішіне салмасын дайындаймыз. Творогқа қантымызды және 2 жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап араластырып, бір масса жасап алатын боламыз. Бізде осындай керемет масса шығады. Одан кейін тестамызды алып пакетімізден шығарамыз да кішкене бөлігін кесіп алып қоятын боламыз. Яғни ол бізде бетіне сәндік үшін керек болады. Ал қалғанын астына ұн сеуіп, жақсылап жұқа қылып, оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Неғұрлым жұқа болған сайын біздің тестамызда соғұрлым өте әдемі жұмсақ болып шығады. Мен осылайынан жайып алдым. Одан кейін осындай пештің ыдысын алып, астына кішкене май жағып, қамырымды орналастырамын. Осылайынан барлығын бір келкі етіп аламын да, қалған керек емес бөлігін кесіп алып тастайтын боламын. Кесіп алғаннан кейін де тағы да қолдың көмегімен жақсылап барлығын бір келкі етіп қойып аламыз. Одан кейін шанышқының көмегімен немесе пышақтың көмегімен осылайынан қамырымызды тесіп қоямыз да, салмамызды жақсылап салып, бір келкі етіп, қасықтың көмегімен жайып алатын боламыз. Одан кейін біз бетіне узор жасайтын боламыз. Яғни әртүрлі узор жасауға болады. Кішкене қалған қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен ұн себу арқылы жақсылап жұқа қылып жайып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай ұн себілген сайын қамыр деген енді күшті жайылады. Осылайынан пышақпен былай кесіп алатын боламыз. Осылайынан 4 бұрыш қылып әдемілеп және бетіне осылай узор жасайтын боламыз. Мен үшін ең оңай, тез дайын болатын, көп қолды ұстамайтын узорын түрі осы. Басқа да узорлар жасауға болады, бірақ осы узор маған өте қатты ұнайды. Осылайынан узор жасап болғаннан кейін бетіне жұмыртқа жағатын боламыз. Яғни осы тестамызға жұмыртқамызды жағып, 180 градуста 30-35 минут пісіретін боламыз. Негізі пеш қызып тұруы міндетті, себебі қызып тұрған кезде бір келкі болып піседі. Біздің творожный пирогымыз пісіп шықты, түрі де өзі де прям енді сочный болып тұр. Кесілген кезде де жұмсақ, прям қатып қалмаған. Мен деген суытып тұрып кесіп тұрмын, соның өзінде жұмсақ болып тұр. Міне өте керемет. Қараңыздар, қандай әдемі, тестаның өзі күшті болып тұр. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.